Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы. Біз бүгін iPhone компаниясының жаңа буынды смартфонына толық шолу жасайтын боламыз. iPhone алып компания, брендке айналған компания. Әрбір жаңа шыққан буын асыға күтетін жанкүйерлері өте көп. Сіз iPhone'ның жанкүйері болсаңыз, видеоны соңына дейін қараңыз. Ендеше біз бастаймыз. Әлеуметтік желідегі жаңалықтарға сүйенсек, iPhone компаниясы осы жыл 4 бірдей маркалы смартфон бірдей шығарғалы отыр. iPhone 12, 12 Plus, 12 Pro, 12 Pro Max смартфондары шыққалы отыр. Жаңа iPhone'да аса көп өзгерістер енгізілген жоқ. Бір ерекшелігі 4 камераны алып қарауға болады. iPhone 12 Pro және 12 Pro Max-тың линзалары жетеуге дейін ұлғайтылды. Бұл линзалар оптикалық ұлғайтқыштың күшін біршама ұзартты. Ал селфи камералар 4 iPhone-дікі де бірдей 12 мегапиксельді құрап отыр. Ал артқы камера 4 модульдікі де бірдей 16 мегапиксельді құрап отыр. Pro және де Pro Max тек 3 камера 3 модульмен жұмыс жасайды. Және де TOF қосымша камера енгізіледі деп хабарлауда. Жаңа iPhone-ның дисплейіне тоқтала кетсек, iPhone 12-де дисплей өте ықшамды, қолға ұстағанға ыңғайлы болды. Дисплейінің көлемі 5,4 дюймді құрады. Ал iPhone 12 Plus және де 12 Pro-ның дисплейлері 6,1 дюймді құрап отыр, және де Pro Max-тың дисплейі 6,7 дюймға дейін үлкейтілді. Бір қызығы, енді барлық iPhone-да OLED матрицалары жабдықталады деп хабарлауда. Инсайдерлердің хабарлауы бойынша барлық модульге Touch ID түр келбетпен ашылатын функция қосылады деп хабарлауда. Және де қол ізі сканерлі толықтай барлық модульге қосылатын болады. Процессоры. Барлық iPhone 12-де 14 Bionic чипі орналасады деп хабарлауда. Толық ақпарат әлі белгісіз. iPhone 12-ден Pro Max-тың тағы бір ерекшеліктерінің бірі 120 Гц жылдамдықпен жұмыс жасай алады. iPhone компаниясының тағы бір үлкен жаңалығының бірі барлық модульде 5G желісін қолдайды. Тағы бір қызық жаңалық, iPhone 12-нің жады біршама үлкейтілді. Олардың ең азы 128 гигабайтты құрайды. iPhone 12 Pro және де Pro Max-тың жады 1 терабайтқа шейін үлкейтілді. Ал жедел жады 4 гигабайт және де 6 гигабайтты құрайды. Әрқайсысында әртүрлі болып келеді. Смартфон IP68 стандартына сәйкес шаң мен ылғалдан толықтай қорғалды. Смартфонның аккумуляторына тоқталсақ, желідегі ақпараттарға сүйенсек, батарейкалардың көлемі өзгермейді. Керісінше біршама төмендейтіні айтылған болатын. iPhone 12-нің батарейкасы 2000 мега-ампер-сағатты құрайды деп хабарлауда. Ал 12 Plus, 12 Pro-ның батарейкалары 3000 мега-ампер-сағатты құрап отыр. Ал 12 Pro Max-тың батарейкасы 4000 мега-ампер болады деп хабарлауда. Әрине, смартфондардың сымсыз зарядтау және де жылдам зарядтаулары қалады, бірақ олардың күші ұлғайтылуы мүмкін. Кейбір ақпараттарға сүйенсек, iPhone 12-де сыммен зарядтау, яғни USB кабелін алып тастайды деген қауесеттер шыққан болатын, бірақ бұл жайлы толық ақпарат әзірге жоқ. Жаңа iPhone сатылымға осы жылдың қыркүйек айында шығады деп хабарлауда. Ендеше біз асыға күтетін боламыз. Бүгінге осы достар. Әдеттегідей видеоға өз лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Сіздердің әрбір лайктарыңыз біздің шабытымыз. Және де каналға жазылуды да ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта
қызық видеолар шығып отыратын болады. Және де подписацияның жанындағы колокольчик белгісін басуды ұмытпаңыздар. Аман саулық күнде кездескенше қош сау болыңыздар.